Достар, дәл осылай өте оңай 5 минутта дайын болатын үйдегі бар заттармен әзірленетін пиццаны дайындағыларыңыз келсе, видеоны соңына дейін қараңыздар. Кеттік. Рецепті описанияға жазып қоямын. Ал енді бізге айран қажет. Айран маңызды емес, ол балғын болуы немесе ашып кеткен болуы. Оның үстіне жарты шай қасық сода қосып, жақсылап араластырып, көпіртіп аламыз. Одан кейін 50 граммдай сұйық май қосамыз. Мен барлығын көз мөлшерімен қосып жатырмын. Үйде қандай заттар бар, соның барлығымен. Одан кейін бір жұмыртқа қосып, тағы да жақсылап араластырамыз, барлығы біркелкі болғанша. Сонан соң үстіне ұнды қосамыз. Ұнды бір кішкене қою болғанға дейін қоссақ болады. Әрі кетсе бір 400-500 граммдай ғана ұн қажет болады. Енді ол айранымыздың көлеміне байланысты. Барлығын жақсылап араластырамыз. Сонан соң барып үстіне жарты пачка разрыхитель қосамыз. Ол примерно 8-10 граммдай болады. Енді бетіне қоятын салмасын дайындаймыз. Мен осындай огурцымен үйде желінбей тұрған колбасаны турай салдым. Енді ыдысымызды жақсылап майлап, тестамызды құямыз, барлық жағына тегістеп жағамыз. Енді мен сырдың орнына осылай жұмыртқа пайдаландым. Майонез, кетчупымызды себеміз, бетіне салмасын саламыз. Емде мынандай сыр қалып қапты, соны себе салдым. 200 градуста 10-15 минутта пісіріп аламыз. Барлығыңызға ас болсын.